Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Мен Күлпаш және Ғайша шығармаларының кейіпкерлері бойынша жүргізген салыстырмалы талдау жұмысын назарларыңызға ұсынамын. Бейімбет Майлин жазған Күлпаш шығармасында оқиға желісіне қатысқан кейіпкерлер Күлпаш, Мақтым, Раушан, Жұмағазы, Қалижан және Ыбырай. Күлпаш бұл әңгіменің басты кейіпкері, себебі бұл туындыда Күлпаштың тағдыры мен бастан кешкен сезімдері баяндалады. Күлпаш бейнесін құруда автор жанама мінездеуді басым қолданған. Яғни Күлпаштың қандай адам екені оның ішкі ойлары мен сезімдерінен, сырт келбетінен, сөйлеген сөздерінен, іс-әрекеттерінен көрініс табады. Мысалы, оның сыртында тозығы жетіп тулаққа айналған қысқа ескі тон үзіндісінде автор Күлпаштың киген киімі арқылы оның кедей, әлеуметтік жағдайы нашар адамның қатарында екенін жеткізеді. Әйтсе де Мақтым кеткенде сол бірдеме әкелетіндей көріп өзін-өзі алдастырумен ұзақ күнді кеш қылады. Бұл үзіндіде автор Күлпаштың жақсылықтан үміт үзбейтін, шыдамды және қайратты әйел екенін ашады. Қойнында екі кесек ет бар, біреуін Қалиға, біреуін Мақтымға деп жасырып пісіріп алған. Автор Күлпаштың еш нәрседен қорықпай, өз жанұясының қамын ойлайтын, ерік жігері мықты, қамқор және махаббатына адал адам екенін көрсетті. Ғайша поэзиясындағы кейіпкерлер Ғайша, оның күйеуі және көрші қарт. Күлпаш әңгімесі секілді бұл шығармада да Ғайша атты әйелдің тағдыры баяндалу себебінен Ғайша басты кейіпкер. Автор Ғайшаның образын жасауда жанама мінездеуді қолданды. Сенген жүрек серттен оңай тайған ба риторикалық сұрағын қою арқылы автор Ғайшаның өз сүйген жарына адал, оңайлықпен берілмейтін, жігерлі, рухы мықты әйел екенін жеткізеді. Өлді деген суық сөзге сенбеді. Бұл үзіндіде Ғайшаның жақсылыққа сеніп, жақсы хабардан үмітін үзбейтіні көрініс табады. 3 жыл күтті, 5 жыл күтті, тағы 4-5 жыл күтті. Мұхтар Шаханов Ғайшаның өз жарын ұзақ уақыт күтуі арқылы оның өз сүйгеніне деген пәк және шексіз махаббатын көрсетеді. Бұл шынайы махаббат сезімі арқылы Ғайшаның төзімділік қасиеті ашылады. Бейімбет Майлин және Мұхтар Шаханов өз шығармаларында Күлпаш пен Ғайша әйел ана бейнесін сомдаудағы кейіпкерлерді жанама мінездеу арқылы әйелдің қазақ қоғамында маңызды орын алатынын көрсете алды. Қорытындылай келе, екі шығарманың кейіпкерлерінің ұқсастықтары да айырмашылықтары да бар, дегенмен ұқсастықтары басымырақ. Күлпаш прозалық, ал Ғайша поэзиялық туынды болу себебінен Күлпаш әңгімесінде кейіпкерлер саны көбірек, алайда екі шығармада да басты кейіпкер біреу, ол әйел. Күлпаш пен Ғайшаның бойындағы тұлғалық қасиеттер ұқсас. Екі әйел де махаббатына адал, шыдамды, ерік жігері мықты, қайратты, оптимист, яғни жақсылықтан үміт үзбейді. Күлпаш аштық, ал Ғайша жалғыздық мәселесінен өзге адамға тұрмысқа шықты. Кейіпкерлердің мақсаттары әртүрлі болды. Күлпаш өз күйеуі мен баласын құтқармақ болды, ал Ғайша жалғыздықтан құтылмақ болды. Назарларыңызға рахмет.